Кіресің ба, Мирас? Папаға келесің ба? А? Кіресің ба? Давай, кір онда, кел. Разблокировано. Хей, қалайсыздар достар? Қалдарыңыз қалай? Бізді біраз сағынып қалған шығарсыздар. Біз сіздерді өте қатты сағындық. Кішкене ғана демалыс алдық. Араларыңызда кейбіреулеріңіз уайымдап, қайда кеттің деген сұрақ жазып жатырсыздар. Көптен көп алғыс сіздерге. Бүгін 2 наурыз. Көктем келіп жетті, бірақ Астанаға әлі көктем келген жоқ. Оңтүстікте рахат барлығы гүлдеп жатыр, бірақ бізде әлі ештеме гүлдеген жоқ. Әлі қар жатыр барлық жерде. Бірақ жылған күн бар. Жалпы айтқан кезде достар, баршаңызды құшақтадық. Біз өзіміздің күнделікті влогымызды жалғастырамыз. Бүгіннен бастап ары қарай жалғастыратын боламыз. Сондықтан да біздің арнадан алыстамаңыз. Әлі жазылмаған болсаңыз, жазылып қойыңыз. Лайк деген батырманы былш еткізіп басып қойыңыз. Құшақтадық баршаңызды. Рахмет. О, Мирасик. Аяқ киім шешу деген жоқ па сенде, Мирас? Коляска не? Не знаю. Мирас, зерттеп жүрсің бе барлығын? Не проветриваем? A few moments later. Ойма, қайда жүрсің? Қалада. Мен сыйлық алып келдім ғой. Тұра тұр. Бір апта бойы неғып влог түсірмейсің? Мен ба? Иә. Неғып влогтар бір апта бойы шықпай кетті, айтшы. Неғықта көрермендер сұрап жатыр. Бәріне горилла кінәлі деп қойып кеткенсің. Осы Әлішердің кесірінен біз бір апта бойы влог түсірген жоқпыз. Мен кінәлі өзім. Естеріңізде болса, дау-дамай көп болған Harry Potter, яғни Айқын Төлепбергеннің неге Гарри емес Харри деп жазып жүрген кітабы оқып бітірдім. Біріншісін достар, шыны керек, өте қатты ұнады. Ішінде қазақ тілі мен үшін жаңадан ашылғандай болды қазақ тілі. Осы влогты түсірер алдында мен бастар алдында, жалпы бұл влог емес, жалпы влог YouTube'ты түсір бастар алдында менің қазақ тілім қандай екен деген бір сұрақ туды ойыма. Яғни қазақ тілін қандай стильде сөйлегім келеді. Яғни журналист болғым келмейді, мен журналист секілді сөйлеп, немесе бір әдебиетші секілді сөйлегім келмейді. Барлығымызға түсінікті және ыңғайлы тілді таңдағым келді, яғни стильді. Сол стильді мен осы Harry Potter кітабының ішінде тапқандай болдым. Өйткені бұның ішінде мен әлі күнге дейін өте қатты қиналамын. Мысалы, менің анам өте қатты мен үшін сыншы, маған кейде хабарласып сынын айтып жатады, мына тілді былай айттың, мынаны дұрыс айтпадың, неге олай деп мен үшін қатты уайымдап жатады. Мама, көп рахмет сізге, сізді өте қатты жақсы көремін. Сондықтан да өзімді тілім дамыту үшін де бір жағынан осы кітапты оқыдым, әрі қарай да оқып жатам. Мен мамам айтпақшы, мұғалім. Ішінде өте керемет күшті сөздер бар екен, маған ұнады. Дәл қазір оларды бірден қолданып кете алмаймын. Уақыт өте келе қолданатын шығармын деген ойдан, мысалға өктемдеу, сүріне қабына жүгіру деген сөздерді мен жазып алдым мұнда. Өзім үшін жазып алдым. Еш жазатайым болмады. Мысалға, орысша айтқан кезде, это никакая не случайность, это, ребята, запланированная вещь дегенді, это не случайность дегенді қалай айтамыз қазақша? Бұл случайно емес, бұл случайно болды ма деп айтамыз ғой, үйреніп қалғанбыз. Қазақ тілінде әдемі, ол қарапайым сөз бар екен, жазатайым емес. Бұл жазатайым емес. Бұл ешқандай жазатайым емес, бұл жоспарланған дүние деп айтып кетуге болады екен ғой. Осындай әдемі сөздер ұрсатын болсаң, маңқа деп ұрса болатын секілді. Керемет енді. Шыны керек, барлықтарыңызға кеңес беремін. Міне Harry Potter 2-сін оқып бастадым. Қазір мынаны алпамыс оқып жатыр. Кәдімгідей тез оқып жатыр. Кіріп кеткен кітаптың ішіне. Сіздер де сондай бір күшті сезім аласыздар. Ақшаларыңызды аямаңыздар, сатып алыңыздар.
керемет. Осының алдында видео шықпағанның себептерінің бірі ол мен перегорел, яғни кішкентай депрессия, перегорел деген нәрселер бар. Яғни жалпы айтқанда көңіл күй болмау, яғни маза болмау деген сөзді келтіруге болады. Маза болмады, сондықтан да кішкене үзіліс кідіріс алуға шешім қабылдадық. Сол үзіліс кідіріс алып жатқан кезде, маза болмаған кезде бірден бір жасауға болатын нәрсе ол айналаны өзгерту. Яғни атмосфераны өзгерту. Бір нәрседен шаршасаңыз, бір орыннан шаршасаңыз, басқа жаққа барып көріңіз, мысалы кітапханаға барыңыз, шайханаға барыңыз деген секілді бір жолдары бар. Соның бірі мен айналамды тазалап немесе өзгерткенді жақсы көремін. Дәл қазір соны жасайын. Мына артта тұрған затты өзгерткім келеді. Шығарып тастайын ба мына жердің бәрін тап-таза қылып қойғым келеді. Соны істеймін. Жалпы осылай айналамызды тазалап бүгінгі күн өтті. Айналамыз тазарғаннан кейін миымыз да тазарды деп айтуға болатын шығар. Енді біздің ары қарай YouTube'ымыз қалай дамиды деген әрине сұрақ өзімнің басымда. Біріншіден бір-екі жаңа айдарлар қосамыз, құдай қаласа. Менің досымның кеңесі бойынша бүгін білдім деген айдар қоса болады. Яғни мен өзіме қызық болған, жалпы әлемде трендте болып жатқан кейбір мәліметтерді сіздермен бөлісуге болады. Сосын байбол деген жаңа айдар қосылады. Ол айдарда сіздермен қаржылық сауаттылық туралы сөйлесіп отыратын боламыз. Негізі ол мен үшін өте өзекті тақырып. Сіздермен өзімнің білгенімді және үйренгенімді бөлісіп отыратын деген ниет бар. Сосын жаңалықтар топтамасы. Сосын енді мен Назарбаев университетінде оқыдым ғой. Сол туралы көп адамдардың сұрақтары бар. Тіпті Назарбаев университетте оқыған адамдардың да кейбір сұрақтары бар. Сол үшін яғни Назарбаев университеті, погоди деген бір қызықты айдар. Аты қызық деп ойлаймын өзім, кем дегенде өзіме. Погоди деген айдар болады. Сосын білесіздер, колледж бітірген, колледж туралы қазір айтпақшыдай терең жұмыс жүріп жатыр. Колледж, яғни Джамеко, Гарвард деп айдар қойғым келеді, яғни Гарвард секілді болатын колледжде деген үмітпен. Жалпы осындай қызықты айдарларды жасап отырамыз деген ой бар, үміттеміз. Қорытындай келе бүгін менің досым Нұрасыл деген естеріңізде ма? Анау Австралиядағы ашық мұхитта 3 километр жүзіп шыққан, қазақтың намысын бермеген жігіт бүгін мынандай пост қойыпты. Плохие дни бывают, но не забывайте, что только на 24 часа дейді. Яғни жаман күндер болады, бірақ ол тек қана 24 сағат бойы созылатын, ұмытпаңыздар дейді. Өте керемет, бүгінгі тақырыпқа сай екен. Нұрасылға рахмет. Жалпы осылай достар. Ертеңгі влогта кездескенше қош сау болыңыздар.